Баяғыда бір жігіт дейді, өзінің ұстазына барып тапсырды дейді. Ұстаз, мені тәрбиелеңізші, мен бір тәрбиеленгім келеді деп айтты дейді. Сөйтіп жаңағындай ол кісі ұстазының құзырында тәрбиеленіп, бір күні 5 жылдан кейін айтты дейді. Ұстаз, мен тәрбиеленген шығарым, мен толыққанды жөнделген шығарым, болған шығар десе, ұстазы оған айтты дейді. Орманға бар да ағаштар теріп әкеп келші деп айтты дейді. Артынан бір адам жіберді дейді. Орманға барасың, сол жерде бір шұңқыр бар, сол шұңқырға ана жігітті итеріп жібер да не айтатынын көр деп айтты дейді. Сөйтіп анау ағаштарды тасып жүріп, анау шұңқырдың біреу итеріп жүрген кезде бүйтіп айтты дейді. Ой, атаңалат, осыдан 5 жыл бұрын маған кездескен кезде жағыңды айыратын ем деп айтты дейді. Анау қайтып келеді да ұстазына барып айтады, не деді деп айтты дейді. Осыдан 5 жыл бұрын кездескен кезде жағыңды айыратын деп айтты дейді. Онда жөнделмепті деп айтты дейді. Арада тағы 5 жыл өткеннен кейін жаңағы жігіт дәл солай ұстазы емтихан өткізіп, жаңағындай орманда ағаш теріп жүрген жерінен біреу шұңқырға итеріп жүрсе, шұңқырдың ішіне жылап отыр дейді ғой. Я Аллахым, мені осы дүниенің шұңқырына түсірдің, бірақ ақыреттің шұңқырларына түсірмеші. Ақыреттегі тозақ азабынан сақташы. Мені осы дүниеде осылай кішкентай ғана қандай азапқа тап қылдыртқыздың, ақыреттің азабынан мені сақташы деп Алладан пана тілеп отыр дейді. Ұстаз осылай айтып жатыр десе, енді ол түзелді деп айтты дейді. Сол үшін алтын қағида ғой, ешкімге ренжімейсің, ешкімді ренжітпейсің деген ше.